Босанғаннан кейінгі депрессияның бір қиыншылығы уақытылы көмек іздемеу бәрібір. Өйткені бізде енді стигма бар, стереотип бар, психологқа бару жындысың ба, психсың ба деген сияқты сұрақтар. Не бопты, бізде ондай болған жоқ, саған не жоқ, не жетпейді. Сонда қасындағы адамдар қолдамайды. Ұятты нәрсе қылып, бүйтіп әдемілеп көрсетіп береді. Ол не деген сөз? Ол әйел адам ертең көмек іздемейді, ішінде болып жатқан күйзелісін айтпайды. Мүмкін психиатрға барғанның өзінде де біреу сүйреп алып барса да, ол жасыруы мүмкін. Неге? Ол екінші бір қорқыныш. Мені учетқа алады, сосын мен жұмысқа ешкім алмайды, мен сол жындыханаға жатқызып қояды, шынайы болсам. Шын мәнде ондай емес. Психиатрия олай жұмыс жасамайды. Келдің, жатқызып тастадың. Егер острый жаңағы адам қай жақта екенін түсінбейтін, шынайы өмірмен қарым-қатынасын жоғалтқан, галлюцинация, слуховой, визуальный дейміз, көзіне елестейді, құлағына естіледі. Ондай кезде бірден жатқызуы мүмкін. Өйткені острое состояние деп айтылады, ол жерге ем керек. Стационар түрде ем керек.